Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты да денсаулығымызға пайдалы тақырыбымыз алма туралы болмақ. Күніне бір алма дәрігерге апаратын жолды жабуы мүмкін. Адам күніне бір алма жеп отырса, әртүрлі аурулардың алдын алады. Оның бар дәрумені қабығында, сондықтан қабығын ашпай жеген дұрыс. Тіпті Ұлыбританияда арнайы күніне бір алма дәрігерге апаратын жолды жабады деген мақалда бар. Алманың пайдасы түсіне байланысты. Халық емі бойынша қызыл алма жүрек пен қан тамырларына, жасыл алма тіс пен қызыл иекке, ал сары алма иммунитетті күшейтуге көмектеседі. Бір алмада шамамен 70-100 калория болады. Сондықтан ол көптеген диеталық тағамдар құрамына кіреді. Ең пайдалысы кескен кезде тез қарайып кететін алма. Осылай оның сапасын анықтауға болады. Ортасы тез кебетін алма микроэлементтер мен дәрумендерге бай, құрамында зиянды заттары жоқ. Америкалық миллиардер Рокфеллер шағын кәсібін алма сатудан бастаған. Әлемдегі әр екінші ағаш алма ағашы. Ол жер бетінде барлығы 5 миллион гектарды құрайды. Жер жүзіндегі ең көп таралған жеміс те алма. Әлемде алманың 20 мыңнан астам сорты бар. Алма әлемде көп тарағаны сонша, басқа жемістерді де онымен салыстыра айтатын болған. Қызанақ алтын алма, картоп сайтан алма, апельсин Қытай алмасы, лимон үнді алмасы сияқты сөздер бар. Алма ең көп өсетін жерлер Қытай, ақш пен Түркия. Ескі аңыздар бойынша алма білімнің, кемеңгерліктің, күн шуағының символы саналады. Парсы елдерінде алма туралы аңыздар да бар. Егер бір арман ойлап, артынша күн сайын үрлеп, 40 алманы жесен, арманына жетесің деген аңыз. Егер алманы суға салсаңыз, ол батпайды. Себебі 4-тен 1 бөлігі ауадан тұрады. Ал соңғы дерек, біздің каналымыздың дәстүрі бойынша алма сезім білдірудің, махаббаттың белгісі. Сондықтан достар, бүгін өз жақын адамдарыңызға өз махаббатыңызды білдіріңіз. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.